Лилия гүлін жасаймыз. Ол үшін насадкамызды осылай қоямыз. И осылай. Егер ұшқыр болмаса, қолыңызбен осылай істеп жіберсеңіз болады. Мен ортасын жасыл түске бояймын. Сосын шетін фиолетовый түске. Сіздер басқа түске де боясаңыздар болады. Кондитерский магазинде сатылады распылитель краска пищевой. И ортаңғы жағын пищевой красительменен точкаларын қойып шығамын. Зубочисткамен и фунчузаны кішкене несін аламын. Кесіп аламын фунчузаны несін. Ортасында тычинкасын. Осында фунчузаны кесіп аласыздар да. Зефирдің маса кішкене жағып жібересіздер ұшын. Сосын андай сары краскаға пищевой, сухой. И осылай қойып шығасыздар. Сарыға, жасылға қойсаңыз болады. И арасына қоясыздар.
тичинкасын. Мінекей, біздің лилия гүліміз. Бұл таңға дейін тұрады. Таңертең сіздерге көрсетемін. Мына жерден ашып, лилия гүлін алып, сосын букетке немесе корзинкаға жинаймыз. Мінекей, лилия гүлі.